Сәлем достар, бүгін чебуреки жасауды ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Құрама описаниясында жазылған. Ең бірінші қамырымызды дайындап аламыз. Бір жұмыртқаға тұз қосып араластырамыз. Оған ұн қосамыз. Жылы су қосып, ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп алып, салафанға салып, 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымызды бұқтырып қойып, қоспамызды дайындаймыз. Фаршқа пияз саламыз, дәміне қарай боз, дұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Жиырма минут тұрған қамырымызды алып, 10 шақты бөлікке бөліп, кішкентай қылып, доңғалақ жасап шығамыз. Қамырымызды жұқалап жағып шығып, видеодағыдай көрсетілгенде қылып жасап шығамыз. Қызып тұрған майға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Чебурекimiz өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, тіркеліп, қоңырау кнопкасын басып қойыңыздар. Әлі де жаңадан рецепттер болады. Рахмет сіздерге.